Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай кереметтей сыры балқып пісетін, көбіне келіншектердің сұрағы не пісіремін деген ғой. Сол кезде осындай тағамды пісірсеңіз үй ішіңізге ұнайтыны анық. Негізінен французский запеканкаға ұқсайды, бірақ басқаша өте сочный болып шығады. Керекті ингредиенттер төменде көрсетілген, жасалу жолы да өте оңай. Ендеше кірісейік. Ең алдымен қабығынан тазартылған картофельдерімізді мұздай суға осылай тез пісуі үшін бірнеше бөлікке бөліп салатын боламыз. Содан кейін газға қойып пісіріп аламыз. Яғни пюре жасап аламыз. Міндетті түрде татымына қарай тұз қосуды суға ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте негізі фарштан жасалған слойын дайындап алу үшін ең алдымен осылайша пиязымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Содан кейін 2 зубчик сарымсақ қажет болады. Оны да майдалап турап алғаныңыз дұрыс. Содан кейін табаңызды отқа қойып, керекті мөлшерде сұйық майыңызды құйып алып, бірден пиязыңызды жөнелтіңіз. Содан кейін сәл қуырыңқырап, пиязыңыз жұмсарып бастағаннан кейін ғана барып, сарымсағыңызды, фаршыңызды салсаңыз болады. Мінекей, пиязымыз жұмсарды, сәл қызарыңқырады деп айтуға да болады. Сол кезде сарымсағымызды салып, сәл араластырып, фаршымызды саламыз. Достар, міндетті түрде фаршты ыдыратып, яғни осылай қасығыңыздың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп, жақсы жайылып қуырылуын қамтамасыз етіңіз. Осы қоспамызға міндетті түрде татымына қарай тұзды, паприкаңызды, қара бұрышты салуды ұмытпаңыз. Содан кейін барлық өзіңізге керекті дәмдеуіштеріңізді салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, ең соңында сүт құйсаңыз өте сочный, яғни ылғалды болып шығады. Мінекей, фаршымызды қуырып жатқан кезде қасында пюремізде дайындалуда, яғни картофельдеріміз пісіп қалды. Сәл 5-10 минуттан кейін оттан алатын боламын. Мінекей, фаршымызға дәмдеуіштері жақсы сіңді, араласты деп ойлаймын. Енді сүтімізді құямыз. Содан кейін астындағы отын бәсеңдетіп, сүттің тартылуын күтеміз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, сәл қоюланды. Сол кезде бізде салмамыз дайын деген сөз. Достар, сырды мен 150 грамдай деп алдым. Егерде сіз сыр жақсы көретін болсаңыз, одан да көп қосуыңызға болады. Осылайша үккіштен өткізіп дайындап алыңыз. Қандай тамақ болмасын, осылай сырмен бірге жасағанға не жетсін, өте дәмді болып шығады. Мінекей, картофельдеріміз суда пісіп дайын болды. Енді толчонканың көмегімен езіп шығатын боламыз. Мінекей, пюреміз де дайын болып қалды. Енді осы қатпарларды жинайтын боламыз. Бірінші слойы пюре, барлығын тегістеп, ыдысымызға орналастырып алатын боламыз. Осы сәтте пешті қосуды ұмытпаңыздар. 180 градуста бар жоғы 15-20 минутқа салып алатын боламыз. Мінекей, пюремізді орналастырудамыз. Содан кейін екінші слой, яғни фаршты слойын саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сүтпен жасалғасын өте сочный болып шығуда. Содан кейін менің жақсы көретін слойым сырымызды үстіне орналастырамыз. Өте көп мөлшерде болғаны сондай дәмді болып шығады. Мінекей, пешімізге 180 градусқа 15 минутқа жөнелттім. Сол кезде сыры балқып, фаршымыздың сочныйсы картофельге өтіп, яғни пюреге сондай керемет болып шығады. Ал хош иісін айтып мүлде жеткізе алмаймын, өте керемет болып шығуда. Қараңыздар, өте жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай тамақ. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.